Ассалаумағалейкум достар. Мен Шымкентте енді түсіндім, не үшін адамдар таныстарына звондайды, не үшін адамдар соттасаңыздар, соттаңыздар. Мен сіздерге қазір айтып беремін. Не үшін Шымкентті пара алады? Бәрі Шымкентті көбісі ұнатпайды ғой, пара алғыштар, осындай коррупционерлер деп. Достар, мен балам биыл Құдай қаласа 1-ші классқа барады, 1-ші сыныпқа. Соған жеке мектеп бар, жеке меншік. Соған тапсырсам дедім, баламды жеке меншік мектепке. Соны справка жинап кел деді. Здоровье ғой енді. Сөйтіп өзінің педиатрына барамыз. Педиатр біраз нәрсе жазып береді. Докторларға барыңыздар, осындай анализ, короче. И стоматологқа көрсету керек оны. Уже оның поликлиникасына қазір әйелім мысалы таксимен кетті өзі. Мен уақытым жоқ, мен машина жөндеп отырмын. Оның алдында мен өзім 4 рет, 5 рет бардым. 5-ші барған кезде уже заведующийға кіріп айттым. Оның алдында барғанда короче, не жазып береді. Не дейді анандай? Очередпен кіретін, талон. Кіру күн жазып береді, короче, очередь кіру күн. Азанда барады 9-да, сөйтеді, докторы жоқ. Күтеді, отырады, жарты сағат өтеді, 40 минут өтеді, сөйтеді, барып айтады ғой, мынау қасына кабинеттен. Докторлардың қаны стоматолог бала десе, ол дейді, сондай дейді енді. Айтпақ қойын, қай поликлиника екен. Ол бізде сондай бір келеді, бір келмейді дейді, енді барып телефоннан звондап сұраңыз деп телефонын берген қасындағы несі, коллегалар. Қатын звондайды, сөйтеді, айтады, мен бүгін барамайым дейді, бұл тұрқан қойып қояды. Сөйтіп маған келіп айтады, мен жынданып кетемін, уже 5-ші рет барып отыр қой. Жынданып кетемін да кірем. Сөйтем заведующийне барам прямой. Мен осындай Дүйся деген, Шым деген бар осындай тиктокта. Не шу керек па сіздерге деймін ғой, енді видео түсірейін ба? Мен 5-ші рет келіп жатырмын. Міне мынау күн жазылған, май болмай жатып жазылған, осындай күн кіресіздер деп. Мен әлі жүрмін, уже майдың қаншасы уже бүгін уже қара қаншасы? 13 ма? Майдың 13 болып кетті ма уже? Қанша қара? 13 күн жүріп қой, сол бір стоматологқа кіре алмайды, сол поликлиниканы. Сен заведующийге барам, заведующий айтады, шынды айтайын ба дейді, ондай нәрсе істемеңіз дейді. Шыныңызды айтыңызшы деймін. Сөйтсем айтады, БС алып кеткен дейді ғой. Без содержания алып кеткен дейді да. Білмеймін, бір тірліктер шығып қалды, БС алып кеткен дейді, өтініш дейді. Сәл сабыр етіңіз дейді. Мен енді каждый раз талон ала беремін ма әйелім десем, жоқ, сол басында бірінші алған талонмен кіресіз ғой дейді да. Анау педиатр ма кім біреу жазып береді екен ғой, анау кіре беріс жерде. Регистратор. Сонымен кіре бересіз дейді да, бұрынғы числомен дейді. Енді ойлаңдар, ана жер очередь бардақ болып жатыр енді. Сол қанша күн өтті уже, ана жерде келіп жатыр, біреу келді. Айналайын частныйға жазып берші дедім. Частныйдан барып өте салайықшы медосмотрларын дедім да. Не үшін частный клиникаға, частный неге жүгіреді адамдар? Потому что сондай бардақтан олар сондай частныйға барады, ақша беріп істей салады. Не себептен? Қазір айтып беремін сіздерге. Менің екінші ұлыма операция істеу керек деді. Порталға қоямыз деді. Сөйтіп реноскопия деген нәрсе болады екен ғой. Соны өту керек деді. Жарайды. Сөйтеді, Арғынбековадағы поликлиникаға, больницаға детский, сол жерге направление жібереді. Ол ақасы 3,5 теңге тұрады. Жарайды, мен ештеңе деп жатқан жоқпын, ақшасын төлейміз. Сөйтсек, ол реноскопия да істемейді ғой. Таксимен 1800 теңге барып жатыр, мына жерден жайлаудан сяқа. 1800 теңге такси алып жатыр сол жерге. Барып 1800-мен қайтып келіп жатыр қатын. Барып келіп жатыр. Бірақ істемейді да. Бүгін звондадық, бармай. Міне бүгін именно звондадық, істемей тұр деді. Мен айттым, енді направление жазып берді ғой, сөйтіп барған қатынға айттым, қатынға звондап біліп тұршы, бармашы, ол ақымақ болып таксиге ақша құртпаңдаршы деп жатыр. Звондап білсеңдерші, олар істемейді деп айта береді деп барған ба, сондай ғой енді. Енді Құдайға шүкір қазір алдық та, Дауметте 6 теңге екен. Реноскопия лорға көру керек екен обязательно оларда. Күйген дүние күйсін, ол 3,5 теңге деді, қанша күтіп жатсыңдар, таксимен ақ шығып кетті дедім. Дауметке барасаш дедім, Дауметке кетті, қазір өтіп келеді содан. Ол операция істеліну керек, істелінбеу керек, соны шешілетін нәрсе да, сол реноскопия деген. Соны Дауметтен барып өте саш айналайын дедім, 10 мың десе дедім. Мына жаққа, Арғынбек деген қай жақ, жайлау қай жақ, сол жаққа ит болып барып жатыр да. Мен түсінбеймін да бұл. Ақша берсең, сонда оны ту деп турлай салады. Бізге врачтар айтады, неге частныйға жүгіре бересіңдер? Ал не болды, ал государственный істемейді ешқайсысы, тұр. Қашан звондасаң ремонт, қашан онкологияға да сондай бірдеңеге түсу керек, МРТ дейма бір бөлеге бір кісіні кіргізу керек болды. Өзім лично бардым, істемей тұр дейді, сөйтіп частныйға бардық. Анау диагностика істейтін бір частныйларға барып сөйтіп өттік.
өкіметтің анау алған аппараттары өмір істемейді или әдейі өшіріп қоя ма түсінбедім, или шаршап қалып жатыр ма аппараттарыңыз деп шаршап қалып жатыр ау, көп жүгіре беріп. Осыдан коррупция басталады, достар. Цонға айтайын, Цонға бардық. Цон деппін ғой, Цон, иә, Цон деп адамыз. Полицияны айтып кеттім ғой. Цонға бардық, база істемейді, компьютер қуып жатыр, база істемейді, компьютер қуып жатыр. Ал жерге барыңдаршы, жақсы компьютерлер береді. Айтыңдаршы, анау өкімет алып жатқанда тендермен жақсы компьютерлер алыңыздаршы. Қыздардан обал ана жерде отырады да, не болып жатыр, бастығыңа кірейін ба десем, жылайын деп тұрады ғой анаушы. Шынымен бізде база анау істемейді, компьютер істемейді, қуып жатыр анау деп ше, білмеймін дейді. Шаршап кеттім дейді. Кетіп қалайын десе айлығы кетеді. Кетпейін десе азынан кешке дейін 24 сағат компьютерде отырады. Ол компьютер қарықта қылып жатқан жоқ ананы, қинап қыздарды. Сөйтеді да шығып бара жатсам, кісерік істейтін жерде біреу маған айтады, 10 мың теңге тастап кетіңіз, мен бәрін істеп дайындап қоямын, сізге звондаймын, алып кетесіз дейді. Амал жоқ. Мен ана жерге қыздарға қайта барам, соңғы база істемейді. Очередьте тұрасың, талон алып анау бүйтіп очередьпен шақырады. 086 14-ші столға келіңіз. 075 12-ші столға келіңіз деген сөзді азынан кешке тыңдап отырасың очередьте. Бердім 10 мың теңге. Мә. Кетті, пара кетті, көрдің ме? Не үшін Шымкентте пара ала берді? Анау кейін база істеді ме, істемеді ме, әйтеуір ертесіне уже 12-де келіп ақ кетіңіз деп тұр ғой. Міне система. Медосмотр поликлиникаңда сондай ау мынау. Қазір мен балам 1-ші классқа барамай қалып кетейін деп тұр қазір анау. Ары бері апрельден бері мектепке сол справка дайындап жүгіріп жүр ғой. Садик бітіріп жатыр балам биыл. Выпускной болады екен ол садикте де. Жарайды, выпускной, сурет, бана коллаж дейма. Садиктің өзінде әйтеуір гулянка болмаса болды, анандай джиптар жалғап ертеңші. Садик бітіріп жатыр деп пип деп. Жарайды. Енді қазір стоматологқа мен айтатырмын да, беріңдерші, частныйға да болса барып көрсете салайықшы, стоматолог жас берсе. Бұл жоқ, біз өзімізге бару керек істейді педиатра. Енді өзіңкіне баратын болса, отырсын да орында, біз шаршадық қой жүгіре беріп. Каждый раз барасың, очередь күн ыстық. Қазір мен анау Құдай сақтасын да, педиатрға ақша бергім келіп тұр уже. Қазір педиатрға 10 мың теңге лақтырсам, ана стоматологыңды, поматологың бәрін дайындап, печатпен дайындап қояды. Валлахи істеп қояды. Ақша берсең. Бірақ бермей тұрмын. Қатын жүгіріп жатыр. Ертең қатын айтады, ана жерге берген сияқты, соңға берген сияқты бере салайықшы деп айтады. Міне не үшін ақша ала береді адамдар? Не үшін коррупция? Біз береді, адамдар береді, амал жоқ. Не үшін? Сенің базаң істемейді, сенің адамың орында отырмайды. Без содержания алып кетеді. Оның орнына басқа біреуді алайын десе, білімді адамдар жоқ. Мен апам тірі кезінде докторға барғанда айтатын еді, сен қанша қойға бітірдің мынау дипломыңды деп. Апам аяғына укол дұрыс салмағанда бір доктор, сол кезде сол докторға айтқан ғой. Медсестра ма не андай. Сен қанша қойға бітірдің деген ғой. Қанша қойға бітіріп кірдің мына жерге жұмысқа деген да. Өтірік емес қой, гайға да қай жерге кірсең де ақша беріп кіресің. Ол ақша беріп кірген адам басқадан ақша алғысы келіп тұрады. Өйткені ол өзі ақша беріп кіріп жатыр ғой системаға, өкіметтің. Енді ол да ақша алғысы келеді. Ақшасын шығарғысы келеді. Содан кейін алады. Енді оны алу үшін не істейді? Бағанағыдай базалар істемей қалады. Сен бір барасың, екі барасың. Менде жұмыс тұр, міне күттір, мына жұмысын бітіру керекпін. Мен қайта бара бермеймін ғой бала шағамды ертіп. Қатынның жұмысы тұр. Содан кейін біз не істейміз? Біз неқта убыткаға кетіп жатыр ақшаға. Мысалы, мына клиент кетіп қалады, ақша кетті. Мен бұл клиенттен ақша аламын да, 10 мың теңге, 20 теңгесін шырт етіп лақтырамын, болды. Мен тірлігім бітті. Мен қазір ол докторға айтсам, мектепке айтсам, мен бала шағам сау, аман есен жүр ғой, міне десең сенбейді. Бар, түсіріп кел дейді. Это норма дейді. Это закон дейді. Тергеушімен де бір тірлік болды. Тергеушіге бардым, тергеушіде де электронный бәрі. Қол қойдыра берген, анандай бір бәлесіне тергеуші. Сотқа барсам, сот сен үйстіп жазғансың, мынандай жазғансың. Мен ондай жазған жоқпын, мен ондай айтқан жоқпын десем, сен тергеушіге қол қойып тастағансың ғой дейді. Тергеушіге қарап, не аман айтпадың, оқынаны деп, не таныстырмадың десем. Оқыдыңыз ғой дейді ғой, бетіме бұл жеді. Оққан жоқпын мен ештеңке тергеушінің. Оларда да электронный бәрі қазір. Оказывается, компьютерде отырып оқу керексің ананың бәрін, тергеушінің жазған. Кейін бар қол қою керексің. Электронный, мына жерге қол қоя салыңыз деді, ручкамен алдым, бүйтіп қол қоя салдым, анандай өзі электронный бір бересің бет. Кейін сотқа барсам, масқарам шығарды сот. Сен қағаздарға сөйтіп қол қойып тастағансың ғой.
ай атаңа қой деймін. Электронный деп бұл электронный таза ақша істеу болып кетті ма, не болып кетті өзі? Электронный деп.